Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай жұп-жұмсақ булочкамыз 16 данасы небәрі 826 теңгеге шығатын болады. Осыны видеоның соңында калькуляциясын бөлісетін боламын. Ыдысымызға 2 стакан толтырып сүт құямыз. Мен бұл видеода ешқандай таразы қолданбайтын боламын. Одан соң қасығымызды толтырмай 1 қасық тұз саламыз, 5 қасық қант, сұйық май қосамыз. Мен бұл жерде 4 ас қасық сұйық майды өлшеп алдым. Енді 1 ас қасық толтырып ашытқымызды, яғни дрожжымызды қосамыз. Одан соң осындай 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен қажет заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Араластырып болған соң 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды осындай стаканмен өлшеп салдым. 5 стакан салатын боламын. Сонымен барлығы 1 килограмм ұн болды. Қамырымызды осылай илеп бастағаннан кейін, басы біріккен кезде 9% уксустан 1 шай қасық, одан соң осындай сары майымызды салып, қамырымызды қайтадан илеу қанғанша илейтін боламыз. Уксусты қосқан себебім, булочкамыз өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Мінекей қамырымызды илеп болған соң, қолымызбен осылай майлап, бетін пленкамен жауып, 40-45 минутқа қойыңыздар. Қамырды міндетті түрде жылы жерге қоюыңыз қажет, сонда қамырымыз тез ашитын болады. Менің қамырым 1 сағаттай тұрып қалды. Мінекей қамырымыз әдемі болып ашыды. Осылай қамырымызды қолымызбен қайтарып илеп алатын боламыз. Енді формамыздың ішін майлап алып, қамырымызды осындай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мінекей менде 16 дана булочка шықты. Енді бетін пленкамен жауып, 30 минутқа тағы да жылы жерге қоятын боламыз. Осындай әдемі болып көтеріледі. Енді 1 дана жұмыртқаның саруысына 1 ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Сөйтіп булочкамыздың бетіне толық жағып шығатын боламыз. Одан соң осылай күнжіт немесе мак сепсеңіз де болады. Мен осылай күнжіт сеуіп шықтым. Пешіміз осы кезде міндетті түрде қызып тұруы қажет. Сол қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осындай кереметтей булочкамыз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл булочканы біздер базардан 4 данасын ең кемінде 500 теңгеден сатып алып жүрміз. Енді осы рецептпен жасасаңыздар, 16 данасы 830 теңгеге шығатын болады. Егер де осы видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді сіздерге уәде еткенімдей осы булочканың калькуляциясын есептейтін боламыз. Сүтіміз 450 мг, 1 литр сүтіміз 400 теңге, оны 1000-ға бөлеміз. Шыққан санымызды
осы 450 миллиграммға көбейтетін боламыз. Сонда бізде 180 теңге шықты. Тұзымызды орта есеппен 5 теңгеге қоямыз. Қантымыздың килограммы 450 теңге болады. Оны тағы да 1000-ға бөліп, одан шыққан санды 50 граммға көбейтетін боламыз. Сонда қантымыз 22-де 5 теңге болды. Жұмыртқамыз әр өңірде әр түрлі болуы мүмкін. Мен 65 теңгеден алып жүрмін. 2 жұмыртқамыз 130 теңге болады. Ашытқымызды да 5 теңгеге қоямыз. Қопсытқышты да 5 теңгеге қоятын боламыз. Сұйық майдың литрін мен 600 теңге деп жаздым. Оны да 1000-ға бөліп, одан шыққан санды 40 граммға көбейтетін боламыз. Сонда сұйық майымыз 24 теңгеге шықты. Сары майды да дәл осылай есептейміз. Сонда сары майымыз 50 теңге болды. Одан соң уксусты 5 теңгеге қоямыз. Ұнымызды 400 теңгеге қоятын боламыз. Енді барлық шыққан сандарды қосып шықсақ, 826 теңге 5 тиын болып шықты. Мінекей 16 дана булочкамыз 826 теңгеге шықты. Назарларыңызға рахмет.